Тақырып: тмд елдерінің тарихы, көркем әдебиет тілі. 20 ғасырдың соңғы айлары жақындағанда уақыттың өзі әлдебір құпия үнмен сыбырлағандай болды. Кеше ғана бүтін бір құрлықты табанына сыйғызған кең империя әлсіреп, жылдар бойы тұтасып келген жүйе жібектей тарқатыла бастады. Әр республика өз жүрегіне құлақ түрді, әр халық ішкі еркіндіктерінің дәмін сезді. Сөйтіп, тарих сахнасында жаңа перде ашылды. Тәуелсіз мемлекеттер достығы деп аталған ортақ кеңістік өмірге келді. Кеңес одағының күйреу себептері: экономикалық дағдарыс, бір орталықтан басқарудың тиімсіздігі, ұлттық республикадағы егемендікке ұмтылыс, 1980-1990 жылдардағы реформалардың сәтсіздігі. Көркем әдебиет тілі. Көркем шығармалардың тілі кейбір қоғамда ол күнделікті практикалық тілден ерекше болып келеді. Бұл мағынада көркем әдебиет тілі тіл тарихы мен әдеби тіл тарихының пәні болып табылады. Проза мен өлеңдегі көркем мәтіндердің, олардың жасалуы мен оқылуын негізіне жатқан поэтикалық тіл ережелер жүйесі. Бұл ережелер лексика, грамматика, фонетикада бірыңғай болғанның өзінде, қашанда күнделікті тілдің ережелерінен ерекше болып келеді. Бұл мағынада көркем әдебиет тілі ұлттық тілдің эстетикалық көрінісі ретінде поэтиканың, оның ішінде тарихи поэтиканың әдеби-семантикалық пәні болып табылады. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: тмд елдерінің астаналарын атаңдар. Дескриптор: тмд құрамындағы елдерді атайды. Әр елдің астанасын дұрыс сәйкестендіреді. Екінші тапсырма: тмд елдерінің тарихы мәтінін тыңдап, мазмұнын теледидар дикторы сияқты көркем әдебиет тілімен баяндаңдар. Дескриптор: мәтінді тыңдап, негізгі мазмұнын түсінеді. Сөйлеуде көркем және мәнерлі тіл қолданады. Дауыс тембрі интонациясын сақтайды. Үшінші тапсырма: мәтіндегі ел атауларына дыбыстық талдау жасаңдар. Дескриптор: берілген ел атауларының дыбыстық құрамын анықтайды. Дауысты дауыссыз буын санын айырады. Дыбыстық талдауды жүйелі орындайды.